Алда келе жатқан мәжіліс сайлауына қатысты алып қашпа сөзге еріп, даурығудың қажеті жоқ деп есептеймін. Өйткені пандемия жағдайында ын-жынсыз парламент сайлауын өткізген мемлекеттер аз емес. Мәселен, Оңтүстік Кореяда өткен сайлау науқан кезінде карантин талаптары қатаң сақталды. Бұл елдің азаматтары үлкен мәдениеттілік танытып, ретімен кезекте тұрып, арнайы таратылған қолғаптары мен маскаларын киіп, учаскелерге келіп, өз таңдауын жасады. Менің бізде де сондай жоғарғы деңгейдегі ұйымдастыру жұмыстарының боларына сенімім бар. Бірақ бұл істі түбіріне дейін ойластыру керек және эпидемиологтардың кеңесіне құлақ асқан жөн. Кезекті сайлаудағы басты міндет халықты өз таңдауын жасауға шақыру ғана емес, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы тұста бізге қажеттісі бекем бірлік пен темірдей тәртіп. Мемлекеттің бірден-бір бастауы халық екенін ескере отырып, халықтың бас амандығын сақтауда басты мақсаттың бірі болмақ.